Қазақмыс корпорациясы технологиялық колледжі, Қарағанды облысы, Сәтбаев қаласы. Пәні қазақ әдебиеті. Пән оқытушысы Аубаева Алма Молда Ануаровна. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін біз сіздермен қазақ әдебиеті пәні бойынша 20 ғасырдың бас кезіндегі қазақ әдебиеті бөлімінен Міржақып Дулатовтың «Бақытсыз жамал» романы шығармасымен танысамыз. Сабақта жүзеге асырылатын оқу мақсатына қарай сіздің меңгеретініңіз: Көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау, әдеби шығарманың сюжеттік композициялық құрылысын талдау, негізгі ойды анықтау, көтерілген мәселеге баға беріп, мәліметтер мен пікірлерді өңдей білу. Ой түрткі. Бейнероликті көріңіздер, болжам жасаңыздар. Қандай ой түйдіңіздер? Міржақып Дулатұлы 1885 жылы 25 қарашада қазіргі Қостанай облысы Жангелдин ауданы Қызбел ауылында дүниеге келген. Ол қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері, ақын, жазушы, жалынды көсемсөз шебері. Алғашқыда Міржақып ауыл молдасынан оқып хат таниды. Молдадан 2 жыл оқығаннан кейін 1897-1902 жылдары ауыл мектебінде орысша оқытатын Мұқан мұғалімнен дәріс алады. 1904 жылы Міржақып Омбы қаласына келеді. Осында ұлт зиялыларының ұстазы Ахмет Байтұрсынұлымен кездеседі. Бұдан кейінгі уақытта бірі ұстаз, бірі ізбасар ретінде жұптарын жазбайды. 1905 жылы Міржақып Ахметпен бірге Қарқаралыдағы саяси бұқаралық жұмыстарға қатысады. 1905 жылы патша өкіметіне қазақ халқының атынан петиция жазушылардың қатарында болады. Міржақып 1906 жылы Петербургке барып қайтады. Бұл сапарынан ол саяси күрескер ғана емес, шабытты ақын болып оралады. 1907 жылы Петербургте шыққан Серке газетіне жастарға деген өлеңін «Бүркеншік атпен біздің мақсатымыз» деген мақала жариялайды. Мақалада Міржақып қазақ халқының басындағы қиын жағдайдың анық себептерін саралап, отарлық саясатты әшкерелейді. Патша өкіметі мақала авторын тұтқындамақ болғанымен, Бүркеншік аттың иесін таба алмайды. 1909 жылы Петербургте Міржақып Дулатовтың «Оян қазақ» атты өлеңдер жинағы жарық көреді. Бұл кітапта патша әкімшілігінің қуғындауына ұшырайды. 1913 жылы ол Ахмет Байтұрсынұлымен бірге Қазақ газетін шығарып, басылымның бұдан кейінгі жұмысына белсене араласады. 1920 жылы Ташкентке келіп, сондағы Ақжол газетінде қызмет атқарады. 1922 жылы жазықсыз қамауға алынады. Түрмеден шыққан соң 1922-1926 жылдары Орынбордағы ағарту институтында оқытушы болады. 1928 жылдың аяғында бір топ қазақ зиялыларымен бірге қамауға алынады да 10 жылға сотталып, 1935 жылы тұтқында қайтыс болады. Ой түрткі. Көрсетілген бейнеролик арқылы сәйкестендіру тапсырмасын орындаңыздар. Менің ойымша, сіздер бұл тапсырманы мүлтіксіз орындадыңыздар, және жауаптарыңыз дәл осылай болды деп сенімдемін. 20 ғасырдың басындағы қазақ халқының азаттық күресінің басында тұрған Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов тәрізді айбынды алаш азаматтарының еліміздің жарқын болашағы үшін аянбай еңбек еткені баршамызға мәлім.
Аталған ұлт зиялылары саяси қызметімен ғана емес, сондай-ақ өздерінің өлең жырлары арқылы да қалың елді жайлаған қараңғылық бұлтын сейілтуге бар күштерін сала білді. Кең даласында алаңсыз өмір сүріп, мал бағып жатқан бейхам халқын көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты деп жырымен жұлқылап оятып, оларды білімге, ел үшін пайдалы іс-әрекетке шақырады. Бүкіл халықтың еркіндікке жетуінің басты шарты түнек болып торланған қараңғылықтың ұйқысынан ояну. Дүр сілкініп, надандықтан арылу деп білген ол, оян қазақ деп ұрандатудан танған жоқ. Міржақып Дулатов әдебиеттің әр түрлі жанрына қалам тартқан қаламгер. Өзінің шығармашылық жолын дегеннен өлеңнен бастаған Міржақып проза жанрынан да қалам сілтейді. Халық тағдыры Міржақып Дулатовтың прозалық шығармаларына да арқау болды. Бұл қазақ әдебиетіндегі Петропавлда жазылып, сол жылы Қазандағы Каримовтар баспасынан жарық. Міржақып Дулатовтың «Бақытсыз жамал» романы 1910 жылы Петропавлда жазылып, сол жылы Қазандағы Каримовтар баспасынан жарық көрген. «Бақытсыз жамал» қазақ әдебиетінде көркем проза түрінде жазылған тұңғыш роман. Романның көтерген тақырыбы әйел теңсіздігі. Басты кейіпкері өз басының еркіндігін аңсаған Жамал. Ол сол замандағы жаны нәзік, көз ашық, бірақ қалың мал құрбаны болған қазақ қыздарының типтік бейнесі. Романда жазушы 20 ғасырдың басындағы қоғамдық әлеуметтік жағдайларға байланысты туындаған қазақ халқының басындағы психологиялық өзгерістерді ашып беруге тырысқан. Би лауазымын алу үшін болыстың құдасы Байжанмен жақын болып, шен алуға ұмтылған Сәрсенбайдың жасы 40-тан асқанда бір балаға зар боп көрген перзенті Жамалды ақыл-есі кем жігітке қиюының әлеуметтік себептерін автор халық қадірін шашқан. Міржақып Дулатовтың шығарма оқиғасын үшінші жақтан баяндап, Ғали мен Жамалдың тілдесулерін өлеңмен немесе хат түрінде беруі, ана тілімізде одан бұрынғы көркем шығармада диалогтар қолданылған үлгі болмағандығынан кейіпкерлерді сөйлестіретін әдісіз деп, қисса айту дәстүрінен алған жол деп білеміз. Роман арқылы жазушы қазақ қыздарының бас еркі, жастардың өз қалауымен өмір сүру қажеттігі туралы ой ұсынады. Ол әйелдің арын аяққа басатын ескі әдет ғұрыпқа үзілді-кесілді қарсы шығады. Жамал бейнесін сомдаудағы жаңалығы да өзінің осы идеясына негізделеді. Романдағы Ғали сол замандағы оқыған мәдениетті жастардың жиынтық бейнесі. Оның әрбір іс-әрекетінен, сөйлеген сөзінен, жазған хаттарынан көркіне ақылы сай екені айқын аңғарылады. Ал адамгершіліктен гөрі байлықта шен, мақтанышын қымбатырақ санайтын Байжан бай, оның баласы Жұман, сондай-ақ Жамалдың әкесі Сәрсенбай, үлкен шешесі Қалампыр ескі психологияның адамдары. Тұтастай алғанда, «Бақытсыз жамал» романы сол кездегі тарихи әлеуметтік шындықты шынайы да көркем бейнелеумен, авторлық идеяның айқындығымен өзінен кейінгі қазақ прозасының өркендеуіне жол көрсетіп үлгі болды. Шығарманың мазмұнын түсіну үшін алдымен шығармамен танысыңыз. Орындалатын тапсырмалар түсінікті болсын десеңіз, «Бақытсыз жамал» романынан үзіндіні тыңдаңыз. Бақытсыз жамал. Қазақтан шыққан талапкер бұл кітапты қарап көр. Таратуға халыққа оқып боларсыздар себепкер. Дазая. 1910 жыл. Өткен қыс шаруаға жеңіл болғандықтан мал күйлі, бие ішті болып, көктал қыстаған Құрман деген атаның ауылы жылдағыдан жайлауға ерте шығып еді. Екі ауылына елдің жайлауы Саумал көлге жағалай ауылдар қонып, былтырғы жұрттарына үй тігіп, көп замай бие де байлады.
Қыстай бірі-біріне араласпаған ағайындар сағынысып, қашаннан астас, тойлас болған ғадеттерінше бір ауылды бір ауыл ерулікке шақыра бастады. Бозбалалар аралап қымыз ішеміз деп болып, тәуір киімдерін киіп, жақсы аттарын мініп, қызды ауылды қырындап жүрулері көрініп, балалар да асау тайларын үйретпекке еді. Бір күні түс кезінде көлдің жел жағынан шаңдатып шауып келе жатқан бір орыс, бір қазақ көрінді. Балалар қашып үйге тығылып, үлкендер бұл екеуі қайда тоқтар екен деп тұрғанда, барды да Бекжан деген ауылнайдың үйіне түсті. Жарты сағат болмай-ақ сол жайлаудағы елге ерте осы жерге крестьянский начальник келеді деп мағлұм болды. Әлгі екеуі бірі стражник, бірі поштабай екен. Төренің алдынан үй тіктіріп, лау байлатып, қой сойдыруға шыққан. Ол түні ауылнай, выборнайлар ұйықтамастан қызметінде болып, таңертең ауылдан оқшауырақ жерде тігіліп қалған бірақ үй, бір қоңыр үй көрінді. Сәске кезінде қоңыраулатып пәуескемен төреде көрінді. Алдынан артынан етектері далайып, жалпылдап шапқан қазақтармен даярлаған үйге келіп тоқтағанда, мойындарына шынжырлы знак таққан ауылнай, билер неше мәрте шұлғып, қошаметпен тақсырлап үйге кіргізді. Сол арада жұмысы бар, жоқ болса да тамашаға 100-дей кісі жиналып қалған еді. Халықтың қазіргі әңгімесі, начальник не жұмысқа келді екен? Бәлки биылғы сатып алдының арызы шығып қалған болар мекен десті. Бағзылары, жоқ, оның үшін неге келсін? Мәмбеттің болыстығын өзіне әперуге келген шығар деп, әрқайсысы өз ойындағысын айтып, даланы бастарына көтеріп гүрілдесіп отырғанда, маңдайынан тер шығып, бөркін қолына ұстап үйден Бекжан шықты. Жұрт бұған қарап, қалай ауылнай, төре қызметке разы ма, не жұмыспен келген екен деп сұраған соң, ауылнай айтты. Әлхамдулилля, өзімді бек мақтап, қолымнан қайта-қайта спасибо деп ұстады. Шыққан жұмысы бұл жерде емес, Қарасу станциясындағы Хохол қаласына барады екен. Мұнда қонақ болып тынығып кешке жөнеледі. Өзі бек рақымды кісі көрінеді. Шаруа қалай, ел арасы тыныш па деп хаммасын сұрады. Анау күнгі Көтібайдың мені боқтағанын айтқаным жоқ. Оны айтқанда бәлеме болатын еді. Не қылайын? Хасеннің көңіліне қарадым. Және де төренің бір жат хабары сол, қазақтан солдат алынбайды. Бірақ мұжықтар секілді қала болам десең, 15 десятина жер беріледі деді. Егін салыңдар, школ ашыңдар, ұлықтарыңды сыйлап, бұйрықтарын орнына келтіріңдер деп насихат айтты. Шығарманы оқып шыққан соң, орындайтын тапсырмаңыз. Алдымен, шығарманың сюжеттік композициялық құрылысымен таныс болыңыз. Оқиғаның басталуы. Көктал қыстаған Құрман атаның ауылы жайлауға қонып, көптен көріспеген ел мәре-сәре болып жатқанда ауылға 2 адам келіп түседі. Ертесіне ауылға крестьянский начальник келеді. Бәрі соның келуін тамашалап отырғанда, топ ішінде Сәрсенбайдан біреу Шолпан жеңешем тақия тігіп беретін тапты деп сүйінші сұрайды. Оқиғаның дамуы. Әрі қарай оқиғаны жалғастырмас бұрын, Сәрсенбайдың кім екеніне тоқталып өтеді. Ол еш оқымаған момын адам. Бәйбішесі Қалампыр бала көтермей бір күні қу бас деген сөз естіп, үйленуге бел буып, ағайындыларын жинап, Жарас молданың Шолпан атты қызын алады. Сәрсенбай 45-ке, Шолпан 17-ге келгенде, манағы топ ішінде сүйіншілеген Жамал дүниеге келеді. Бірінші көрген баласы болған соң, Сәрсенбай үлкен той жасайды. Оқиғаның байланысы. Жамал сағынып көрген баланың алды болған соң, бетінен қақпай, ұл балаша тәрбие береді. Бірде Сәрсенбайдың үйіне молда келеді. Жамалжан деп әкесі жұмсап жібереді. Сонда молда, мырзаңызға қыздың есімін қойғансыз ба? Деп таңданады. Сонда ұл баладан кем екендігін айтқанда, молда қыз балаға тұлым қойып, оқыту керектігін ескертіп кетеді. Содан кейін Сәрсенбай Ғазиз деген татар оқытушысын ұстап, Жамалды оқытады, қызша киіндіреді. Қалампыр Жамал әлі кішкентай, өссін, сосын тұлым қойып оқытамыз дейді.
Сыртқа жаны ашып тұрғандай болғанымен, ішінен Тоқалдың қызын жақтырмайды. Ғазиз Жамалдың зеректігін байқап, сабақ соңынан алып қалып, әріп таныта бастайды. Жамал қазақтың қисса жырларын жатқа білетін болады. Оқиғаның шиеленісуі. Сәрсенбай болыстыққа сайлауға түседі де жеңіліп қалады. Кеткен шығынын ойласа, намысына тиетін болады. Сөйтіп жүргенде болыс Байжан Таж-Жұман баласына қыз іздеп Сәрсенбаймен құда болады. Жамал өсе келе аттастырылған жарының жаман, таз, ақылсыз екенін біледі. Өз көңілін көтеру үшін үнемі жиын тойларға барып жүреді. Сондай тойлардың бірінде Ғалимен танысады. Оқиғаның шарықтау шегі. Ғали мен Жамал арасында махаббат оты орнап, үнемі хат жазысып жүріп, бір күні екеуі қашып кетеді. Қаладағы саудалас досы Фатихолла байдың үйін паналайды. Бұларды іздеп маза бермегендіктен, Ғалидің нағашылары жаққа кетеді. Онда Ғали бара сала 13 күн ауырып, бейсенбі күні түс кезінде көз жұмады. Жамалды шешесі келіп алып кетеді. Ғалидің өлімі Жамалдың Байжан босағасына баруына себеп болады. Оқиғаның шешімі. Байжанның үйінде Жамал еш бақыт таба алмайды. Боранды түнде қалаға барып, Фатихолланың үйінде самауыр қайнатсам да, Байжанның таяғынан құтылайын деп, боранды түнде адасып өледі. Әрі қарай орындайтын тапсырмаңыз. Бірінші тапсырма. Міржақып Дулатовтың Бақытсыз Жамал романына сатылай кешенді талдау жасаңыздар. Бірінші, авторы. Екінші, шығарманың тақырыбы. Үшінші, шығарманың әдеби жанр түрі. Төртінші, шығарманың идеясы. Бесінші, кейіпкерлер келбеті. Шығармадағы негізгі кейіпкерлер. Алтыншы, әдеби теориялық ұғымдар. Шығармадан мақал-мәтелдерді теріп жазыңыздар. Жетінші, түсіндірме сөздік. Екінші тапсырма. 5 қадам әдісі бойынша шығармадағы басты кейіпкер Жамалға мінездеме беріп, іс-әрекетін даралап жазыңыз. 5 қадам әдісі. Бірінші, Жамалдың бойындағы жақсы қасиеттерді атаңыз. Екінші, Жамалдың бойындағы жаман қасиеттерді атаңыз. Үшінші, Жамалдың Ғалимен қашу себебін анықтаңыз. Төртінші, Жамал қай кездері өзін бақытты сезінді. Бесінші, Жамалдың бақытсыздығына, ажалына алдымен кім кінәлі, жағдайды өзгертуге болатын ба еді? Жамалдың іс-әрекетіне қатысты өз пікіріңізді айтыңыз. Келесі орындайтын тапсырмаңыз. Жағдаяттық тапсырма. Қалай ойлайсыздар? Ғалидің орнында болғанда сіздің әрекетіңіз қандай болмақ? Өздеріңіз автор болсаңыздар, романды қалай аяқтар едіңіздер? Қазіргі таңда Жұман секілді адам қоғамда кездеседі ме? Кездессе, қандай ақыл қосар едіңіздер? Ойланып, жауап беріңіздер. Рефлексия, кері байланыс. Өтілген тақырып бойынша ПТМС формуласын толтырыңыз. Позиция, түсіндіру, мысал, салдар. Жоғарыдағы тапсырмаларды орындағаннан кейін, төмендегі жүйемен өткен тақырыптар бойынша түйінді сөзіңізді жазыңыз. Бірінші сөйлем. Менің ойымша деп бастайсыз.
Екінші сөйлем, себебі мен оны былай түсіндіремін. Үшінші сөйлем, оны мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Соңғы сөйлем, осыған байланысты мен мынандай қорытындыға келдім деп аяқтайсыз. Назарларыңызға рахмет, сәттілік, жарайсыздар, сау болыңыздар.